Бризолдарыңыз жыртылып қалып дұрыс шықпайтын болса, сіздерге бірнеше өзімнің кеңестеріммен бөлісейін. Бризолдарыңыз керемет шығады. Ең алдымен тартылған етіміздің үстіне ұсақтап туралған пиязымызды дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Ыдыстарымызға бір-бірден жұмыртқамызды салып, фаршымызды теңдей етіп 80 граммнан 6 бөлікке бөліп, ыдысымызға саламыз. Фарш көп болып кетсе, қою болып қалады. Сұйықтығы орташа болуы керек. Сковородкаға май жақпай, бризолдарымызды құйып, жұқа етіп жайып, баяу отта екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Бризолдарды алдын ала араластырып қоймаңыздар, тек пісіретін кезде ғана араластырыңыздар, әйтпесе қою болып қалады. Соусқа майонезге кішкене чеснок, қалауларыңызша укроп жақсылап араластырып, бризолдардың арасына жағып, кішкене помидор, огурцы салсаңыздар да болады, салмай тек құр өзін орасаңыздар да болады. Кез келген гарнирмен ұсына бересіздер, мен пюремен ұсындым. Бетіне майонез, кетчуппен сәндеп жіберсеңіздер, өте дәмді тағам. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің парақшам сіздер үшін өте пайдалы. Сіздермен болған жас фуд блогер қыздарыңыз Ақерке.